Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп алыңыз. Бүгін біз сіздермен қайнатпалы креммен сәбізді пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді болады. Ол үшін бізге үкіштен өткізілген сәбіз, сары май, шекер, ұн, қопсытқыш және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ұнға жұмсартылған сары майымызды қосып араластырып аламыз. Яғни сары майымыз қатты еріп кетпеген, бөлме температурасындағы жұмсартылған сары май болу қажет. Оның үстінен шекер, ең майда үкіштен өткізілген сәбіз, жұмыртқамызды қосамыз. Оның үстінен қамыр қопсытқышымызды қосып, жұмсақ, қолға жабысқыш қамыр илейміз. Қамырды қатты илеудің қажеті жоқ, жай ғана барлық ингредиенттерді біркелкі масса болғанша қолдың көмегімен араластырып шықсаңыз болғаны. Мінекей қамырымыз дайын, енді оны формаға жайғастырамыз. Пирогтың үлкендігі 28-30 диаметр болады. Менің жағдайымда 28 диаметрлі жылжымалы формада пісіріп шықтым. Яғни біздің қамырымыз өте сұйық болғандықтан, оны осылай спатуланың, не болмаса лопатаның, қасықтың көмегімен әдемілеп біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Ең алдымен пирогтың төменгі бөлігін жайғастырып болғаннан соң, шет-шеттерінде шығарамыз. Бортик деп айтамыз. Бортик шығарып, оның үстінен қазір крем құятын боламыз. Яғни қайнатпалы крем жасап аламыз. Оған дейін біздің тестамыз осылай дайын тұру керек. Пирогтың қамыры дайын. Енді қайнатпалы кремге кірісеміз. Ол үшін бізге сүт, шекер, кукуруз крахмалы, жұмыртқа және де ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, оның үстінен шекерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Шекер мен жұмыртқа жақсылап араласқан соң, оның үстінен ұнды және де кукуруз крахмалын қосып, біркелкі массаға айналдырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, барлығы біркелкі массаға айналды. Енді оның үстінен сүтті қосып, жақсылап барлығын біркелкі сұйық масса болғанша араластырамыз. Мінекей барлығы біркелкі массаға айналды. Енді осы кремді пісіретін боламыз. Яғни орташа отта үнемі араластыра отыра, яғни араластыруды тоқтатпай, креміміз қоюланғанша отта ұстаймыз. Егер араластыруды тоқтататын болсаңыз, креміңіз күйіп кетуі мүмкін. Мінекей менің кремім дайын, енді жаңағы тестаның үстіне осы кремді құятын боламыз. Мінекей қамырдың үстіне кремімізді ыстық күйінде құйып, жайғастырып, біркелкі етіп, және жаңағы шетіне шығарып қойған бортиктарымызды осы кремнің үстіне құлатып, әдемілеп түр кіргіземіз, яғни аппетитті ашатындай етіп, әсемдеп, барлығын аккуратно жасауға тырысыңыздар. Әсемдік үшін пирогтың, яғни шет-шеттеріне, қамырдың үстіне кез келген жаңғақ түрін сеуіп шықсаңыздар болады. Менің жағдайымда арахис сеуіп шықтым, және де қызып тұрған 180 градус пеште қамыр қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде біздің креміміз пісіп қайнатылған, дайын, тек қана қамыр пісіп шықса болғаны. Мінекей біздің пирог дайын, толықтай суығаннан кейін формадан шешеміз. Пирогымыз толықтай дайын, оның үстінен сахарный пудра сепсеңіздер болады, өте дәмді болады, әрі дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Менің видеом ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий астына келесіде қандай видео көргіңіз келеді жаза отырыңыз. Мен міндетті түрде сол рецепті шығаруға тырысамын. Және де менің видеоларым сізге көрініп тұру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. YouTube каналынан бөлек менде Instagram парақшамда көптеген рецепттер бар, және күнделікті лайфхактармен, кеңестермен Instagram парақшамда бөлісіп отырамын. Және де менің қандай да бір рецептімді жасап жатсаңыздар, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді міндетті түрде өз сторисімде бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айгерім, менің каналымнан алыстамаңыздар.